Сәлем достар! Бүгін біз жыртық кітап жуанын айтамыз. Бұл екінші сыныптарда әдебиет кітабы. Оны жазған Өтебай Тұрманжонов. Айтамыз, жыртық кітап жуанды. Әр беті сатпақ, шізге шимей шатпақ, алма жуан жыртықтар, ізде қарап жадап жудам. Ашу қысып ызаладым, есе бұрын базалап, ей оқушы балам, деді қарашы өзі маған, деді сеп-сүйкімді тап-таза кітап едім, білім бұлағы саған деді. Білім бұлағы саған деді. Бірінші тосаға жетпей, азырақ сыйлап құрмет етпей, белшеден кірге батырды, қолға алғысыз болып жатырмын. Мұқабамды мұжа қып жырттым, беттеріме білеу деп сүрттім. Қауышық тесігімді шығадым, бұл қорлыққа қалай шыдармын? Сенен басқа қызмет етуден ниетім жоқ, жұртқа қарар бетім жоқ, ойлашы өзім балам. Не жазығым бар саған деп ызалы кітап жуады. Слушай кітаптарды таза ұқыпты ұстандар. Пока!